Сәлем достар, мен бүгін сіздерге арнап қызыл барық тортының рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін майымыздың үстіне қантымызды қосып, миксерлейміз. Жұмыртқаларымызды бөле отыра қосамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды ситадан өткізіп, оның үстіне какао, қопсатқыш және де сода қосып араластырып аламыз. Кефиріміздің үстіне бояуымызды қосамыз. Ұнымыз бен кефирімізді бөле отыра қосып миксерлейміз. Мен 3 бөлікке бөліп қостым. Табамыздың үстіне пергамент қағазын жайып, екіге бөліп пісіріп аламыз. Енді сливкеміздің үстіне қант ұнтағын қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Коржымыздың ортасынан бөліп, 2-3 қасық крем қосып, құрастырып шығамыз. Тортымызды құрастырып шыққаннан кейін, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа, болмаса 1 күнге салып аламыз. Қалауларынша әсемдеп шығасыздар. Мінекей, біздің өте жұмсақ қызыл барық тортымыз дайын болды. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айзока.